Келесі сұрақ, Анна ханым. Өз сүйікті ісімді қалай тапсам болады, өмірден өз орнымды таппаған сияқтымын дейді. Өңкей бір психологиялық надан адамдар сұрақ қойып ғой маған. Мені арнайы шақырсаңыздар, сұрақты қойсаңыздар. Әрине, бәрлік сұраққа 99 сіздің қазір қойып жатқан сұрақтарыңызға бір жауап. Психоанализ орталығына барыңыз. Өзіңіздің қаржыңызға қарап, өзіңіздің қалтаңызға қарап, мен сіздерге сол мамандарды тауып берейін. Ішкі дүниеңізді зерттеу керек қой. Не болды? Неге өзіңізді өзіңіз танымайсыз? Мысалы, әттеңі сіз кішкентай болған кезіңізде 99 үйірмеге, секцияларға әке-шешеңіз сізді алып барған жоқ. Сондықтан сіз білмейсіз сізге не керек екенін. Мен бір өкінішім бар, осы бүкіл қазақтың жұртына өкпемін мен. Осы әрбір ауылда мысалы орган деген нәрсені адамдар көрген жоқ, білмейді. Кішкентай қазақ оны қайдан біледі, орган деген бар екенін. Бар болса, мүмкін ол бүгін бізде органист болып жүретін беді. Қазақта әрине домбыра бар. Домбыраны мүмкін ұнатпайтын шығар бәрі қазақтың жігіттері, қыздары. Сондықтан оларға әртүрлі нәрсені көрсету керек қой. Құрметтім, егер де сен де осындай сұрақтар жаныңды жегідей жеп мазалап жүрген болса, 30 жылдық тәжірибесі бар, дипломы бар психолог маман Анна ханымның Ыстықкөлде өткелі жатқан тренингіне қатысуға шақырамыз. Бұл жерден сен өмірлік сұрақтарыңа жауап алып, жаның жай тауып, жаңа өмір бастап қайтатыныңа сенімім мол. Толық ақпарат профильде.